YouTube арнасын ұзақ мерзімді стратегиямен дамыту. Сәлем достар, бұл Мәке блог. Көп арналар бастапқыда жақсы жүреді, бірақ біраз уақыттан кейін тоқтап қалады. Бүгін сіздерге YouTube арнасын ұзақ мерзімді стратегиямен дамыту жолдарын айтатын боламын. Ал онда бастайық. Бірінші, негізгі бағытты анықтау. Арнаңыздың тақырыбы нақты болу керек. Яғни бір арна, бір бағыт. Бұл алгоритмге де, көрермендерге де ұнайды. Екінші, контент жоспары. Аптасына қанша видео шығаратыныңызды алдын ала жоспарлап қойыңыз. Мысалға, 2 ұзақ видео, 3 шортс. Үшінші, аналитикаға сүйену. YouTube Studio көрсеткіштерін бақылаңыз. Яғни, YouTube Studioға кіріп, CTR, Watch Time, Retention барлығын бақылаңыз. Қай тақырыптар жақсы жүріп жатыр, қай тақырыптар болмай жатыр. Жақсы жүріп жатқан тақырыпқа басты назар аударып, соған байланысты тағы да видеолар шығарыңыз. Төртінші, қауымдастық құру, яғни пікірлерге жауап беру, community post, яғни көрермендермен байланыс жасау. Бұл ұзақ мерзімде тұрақты аудиторияларды қалыптастырады. Әртүрлі табыс көздері. Бесінші бұл. Жарнамаға ғана сенбей, қосымша табыс көздерін қатар дамытыңыз. Курстар, демеушілер, өнімдер, серіктестік бағдарламалар. Сонымен қорытындылайық. Ұзақ мерзімді стратегияның кілті бір бағытты таңдау, контент жоспары, аналитикаға сүйену, аудиториямен байланыс орнату және қосымша табыс көздері. Арнаңызды бизнес ретінде қарайтын болсаңыз, ол міндетті түрде өседі. Келесі видеода мен сіздерге алғашқы 10.000 оқырманға жету жолдарын көрсететін боламын. Олай болса, арнаға жазылып, қоңырау басуды ұмытпаймыз.